зертханалық жұмысымызда жаңағы құрылғылармен жұмыс жасауды үйренеміз. Және де мына заттарды анықтап, реакцияларды жүргізіп, Вернер құрылғылар сабақ үстінде қолдану құрылғыларын біздің сабағымыздың мақсаты Вернер құрылғылары арқылы химиялық реакцияның жүру барысын анықтау және заттарды зерттеу. Тұрарбек Шырақов, Тұрарбек Карина. Бірінші жұмыстың жүру барысы бойынша қараймыз. Бізде мұнда құрал-жабдықтар барлығы алдарыңызда беріліп тұр. Ең алдымен 2 мл күкірт қышқылын алып, оны сынапқа құямыз. Одан кейін магний металл жоңқасын алып, оны осы күкірт қышқылының үстіне, яғни сынапқа салып, оның аузын пробкамен бекітеміз. Дәл осы сәтте біз графикті қосамыз, сол арқылы талдау жүргіземіз. Қанша көтерді? Оңға көтерді. Уақыт өткен сайын қысымы көбейіп жатады. Қандай уақытта? Кішкене күтейік, е? Ең жоғарғысы ең жоғарғысы қысымның басың бар, ең жоғарғысы. Мұнда бізде кестеде қағазымызда басында контрастаны не істедік, не байқадық, реакция теңдеуі. Сосын эксперимент нәтижелерін талдаймыз. 135 жұмысымыз аяқталды, иә? Жақсы. Ендігі кезекте біз азот қышқылын алып, оны сынапқа құямыз. Одан кейін оған Вернер құрылғысын саламыз. Графикте ол 0,21, 0,41, 0,38, 0 мен 1-дің арасы көрсетілді. Қандай орта көрсетіп тұр? Бұл бізде қышқылдық ортаны көрсетіп тұр, 7-ден төмен болғандықтан. Енді біз Вернер құрылғысын кестедегі суалып деп саламыз. Одан кейін нақтырақ дәлелдеу үшін осы амбивалент индикаторын алып, осы азот қышқылына саламыз. Бұл бізде қызыл түске боялды, яғни бұл бізде қышқылдық ортаны білдіреді. Химиялық энергиясына, электр энергиясына негізделген электрохимиялық жүйелер бұл гальваникалық элементтер деп аталады. Жалпы бұл жұмыс жасау принципінде катод пен анодта тотығы тотықсыздану процесі жүруге негізделген. Жалпы осы гальваникалық элементтерді электролизбен шатастырмауымыз керек. Неге десеңіз, электролиз катод анодта тотығы тотықсыздану процесі жүрсе де өздігінен жүре алмайтын процесс электр тогы химиялық реакциясының арасында жүреді. Ал гальваникалық элемент
элемент химиялық реакция энергиясына сосын электр энергиясына айналады. Жалпы гальваникалық элементтерге біз бүгінгі күні қолданыста жүрген ойыншықтардағы батареяларды жатқыза аламыз. Мысалы, батареядағы тотығу-тотықстану процесі электр энергиясы айналып, және кейін электр ток көзіне айналады. Қазір біз Даниэль Якоби гальваникалық элементтерін қарастыратын боламыз. Ол үшін бізге мыс және мырыш пластинкалары және олардың ерітінділері, яғни мырыш сульфаты және мыс сульфаты қажет. Осы ерітінділерді батырамыз, мырыш сульфатын мырышқа, және мыс пластинкасы мыс сульфатына батырып қоямыз. Кейін осы екі ерітіндінің арасында өзара байланысты орнату үшін біз калий нитратынан тұз көпіршесін жасадық, яғни бұл өзара байланысты орнатып тұрады. Жалпы бұл процестің жүруіне біршама уақыт керек. Бұл процесс барысында мырыш өзінің екі электронын беріп жібереді, және тізбек тұйықталғанда мыс пластинкасының бетіне сол электрондар келіп қонады. Яғни бұл процесті біз мырыш пластинкасы ерігенше, немесе электродтардың стандартты потенциалдары теңескенше, немесе мыс пластинкасының бетіне мыс атомдары келіп қонғанша жүргіземіз. Мырыш қалай ериді? Мысалы қазір біз батырылып тұрған мырышты сүргімен сүртетін болса, біздің сүргімізде қара дақтың пайда болғанын көруге болады. Яғни бұл біздің мырышымыздың осы ерітіндіге салынғаннан кейін жаймендеп еритіндігін білдіреді. Осы процесс барысында қай металдың электродты стандартты потенциалы терісірек болса, сол анод болатынын көрсетеді. Яғни бізде көрсетіліп тұрған кестеге назар аударатын болса, біздің мысымыздың электродты стандартты потенциалы плюс 0,34 вольтқа тең, ал мырыштың электродты стандартты потенциалы минус 0,176 вольтты құрайды. Енді осы екеуінің гальваникалық элементтердің электродты қозғаушы күшін анықтау үшін біз қазір графикке назар салсақ, осы екі гальваникалық элементтердің электр қозғаушы күшін графиктен анықтаймыз. Вернер құрылғысы арқылы. Нешеге тең болады негізі? Жалпы есептеп көрсететін болса, қандай реакция жүргізілді, соның схемасын көрсетіп жіберіңіздер. Қазір бірінші гальваникалық элементтердің электр қозғаушы күшін анықтайтын болса, оны анықтау үшін біз катодтың электродты стандарт потенциалынан анодтың электродты стандарт потенциалын азайтамыз. Яғни осы есептеу нәтижесінде мәні 1,100-ға тең болады. Яғни график негізі бұл уақыт тұру керек, бірақ қазірше бізде 0,199, яғни сол қайталау керек. Сол шамалас болып тұр. Бірнеше жаңағы зертханалық жұмыстарды орындадық. Мына жаңағы соңғы гальваникалық элементтермен, басқа да тұз ерітінділермен орындап көруге болады, немесе оның жаңағы өзінің тәртібін білуіміз керек. Қандай металл, қандай тұздан мысалы металлды ығыстыра алады деген сияқты. Осындай кездейсоқ реакцияларды жүргізіп жасап білуіміз керек. Бағанадан орындалған жұмыстарымызды жалпы қорытындылап жіберейік. Өзіміз өзара бағалап жіберейік. Жаңа жасаған жұмысымыз бойынша Балерке не айта аласың? Мысалы, гальваникалық элементтерді. Біз осы зертханалық жұмыста гальваникалық элементтерді әрекеттестіре алдық. Сонымен қатар осы Вернер құрылғысы график арқылы оның қанша уақытта қанша көрсеткенін алдық. Алдарыңызға берген парақтан толтырып қорытындылай қойыңыздар. Сіздер жазалыңдар қорытындысын. Көрсеңдеріңізді сондай өзгерістер байқалды. Мыс пластинкасының мыс сульфаты ерітіндісіне батырдық. Біз көп
көпіршесін дайындап, бұл үшін кішкене жіптің тілімен алып, тұз ерітіндісіне батырып, жіпті сындырдық. Мырыш мас пластикасына байлап қостық. Вернер құрылғысын қосып алдықта гармоникалық элементтердің потенциалын өлшедік. Жақсы отырайық. Асылбекова Алина, сен не жаздың? Не жаздың? Қорытындыладың ба? Біз осы номер 3-ші зертханалық жұмысты қорытындыласақ, біз гармоникалық элементтің жұмыс принципін түсіндіре отырып, Вернер құрылғысы арқылы эксперимент жасадық. Бір-бірімен әрекеттесіп, гармоникалық элементтің потенциалдық көрсеткішінің қалай өзгергенін анықтап, қанша секундта көрсеткенін, яғни 15-16 секундта аяқталғанын білдік. Енді тағы да қосатындарыңыз бар ма? Айтамын. Номер 3-ші зертханалық жұмысы арқылы гармоникалық Карина, айтамын. Маған бүгінгі сағат ерекше ұнады. Бүгінгі сағатта мен Вернер құрылғысы арқылы жұмыс істей алдым. Сонымен қатар осы реагенттерді бір-бірімен әрекеттестіру арқылы олардың қандай ортаны білдіретінін біле алдым. Мен үшін қызықты деп тапқан екі нәрсе ол жаңағы күкірт қышқыл мен магний металл жоңғасын әрекеттестіргенде сутек газының бөлінуі мен үшін өте қызықты болды. Бүгінгі сағат ерекше ұнады. Мен үшін күрделі ешнәрсе болған жоқ. Жақсы, келесі. Бағанадан басқаларыңызда осындай ойға қосыласыздар ма? Біздерде осындай жұмыстарды сабақ үстінде Вернер құрылғыларын пайдалану арқылы бірнеше осындай зертханалық жұмыстарды орындауға болады. Сонымен қатар бағанағы айтып жатқан мысалы бірінші жұмыста тек қана металдың қышқылымен әрекеттестіріп қана қоймай, басқа да мысалы бордың мысалы қышқылдармен әрекеттесуі, мысалы кальций карбонат немесе карбонаттардың сұйылтылған қышқылдармен әрекеттескенде, оттек тақырыбын өткенде оттек газын алуда мысалы осындай жаңағы жұмыстарды орындау арқылы біз Вернер бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты Вернер құрылғысын сабақ үстінде қолданып осындай ерітінділермен бағанағы айтып жатқан екінші жұмыста қышқылдардың негіздерінің тұздардың жаңағы ортасын анықтау, pH ортасын, оны өзіміздің күнделікті өмірімізде қолдану арқылы мысалы біз білеміз қандай сабын ерітіндісі қандай орта көрсететін біздің түйсігімізде болу керек, иә? Және де мына үшінші жұмыс гармоникалық элементтерде ол да өзіміздің өмірімізбен байланысты бағанағы батарейкалерде, ойыншықтарда, сағаттарда болатын батарейкалер энергия көзін беретін және солар